сабаққа бардық. Өзіміздің режиссура сабағы болып жатқан болатын. Сосын әрине оға дейін 5-ші курсқа келдік. Әртүрлі облыстар көп шақырды мені. Жұмысқа шақырды. Дипломдық жұмысыңыз жасап кетсеңіз деп шақырды. Солардың бірін таңдап жүрген кезде ұстазым Әбубәкір Рахимов келіп айтады: "Әуезов театрына режиссер керек болып жатыр екен." Менен сұрады: "Қандай сенің жақсы оқушыларың бар, студенттерің бар, шақыр, көрейік" деп. "Сен барып көрін." Сонымен осылайша Әуезов театрына келдім. Өзімнің жұмыстарымды көрсеттім. Қойылымға кірісер алдында Дариғаға қатысты қандай сезімде болдыңыз? Дариға ол өте ауыр кейіпкер. Әрине ол современная драматургия деп атайды ғой. Соған қарамастан оның ішкі дүниесі, оның ойы, барлығын оқи отыра мен оны сезе білдім, көре білдім, түсіндім. Актерларға да, маған да оның нақты ішкі ойын не айтқысы келетінін жеткізу біз үшін үлкен ауыр бір жұмыс болады деп есептедім. Өйткені соншама ойларына ішінде толып қалған, оның ызасы да бар, жақсы көруі де бар. Өте үлкен, мықты кейіпкер ретінде мен оны айта аламын. Өзіңе ұқсас мінезді көре алдың ба? Иә, ол жаңағы пьесаны қолыма алып отырып, ең бірінші нұсқасын оқыған кездің өзінде де маған ұқсайтын жерлер өте көп болды. Сондықтан да мүмкін осы шығарма қазір мен бір жақсы көретін шығармалардың бірі деп айтсам болады. Оның мінезі, өмірге деген көзқарасы маған өте ұқсайды. Сөздері, тіпті айтып жатқан, менде де бар сөйтіп айтатын сөздер. Сен жай ғана режиссер емессің, ең алдымен әйел адамсың. Осы факты методикалық жағынан қандай да бір ерекшелік алып келе ме? Енді әйел адам, еркек адам деп бөлмей, бірақ ойлаймын, жалпы өнер адам болсын, ұстаз болсын, өзіндік методикасы болу керек. Сондықтан жалпы мен адамдардың психологиясына қарап жұмыс жасаймын. Ол кісіні басында жаңағы сезем, білем, ол не ойлайды, ол қандай адам, оның ішкі дүниесі маған өте маңызды. Соған байланысты индивидуальный подход деп айтады ғой, актерларға деген. Соған байланысты оған көрсете білу, жеткізе білу, психологиясына байланысты жасаймын мен методика. Ал әрі маман ретінде, әрі адам ретінде әлі жасын бар болған 22-де, тәжірибесізсің. Енді бұл режиссер мамандығына келген кезде пайдасы көбірек пе, зияны көбірек пе? Жалпы режиссура болсын, қандай мамандық болсын, ол тәжірибемен келеді. Бірақ мен бұл жерге бір нақты жауап бергім келеді. Режиссерами не становятся, ими рождаются дейді. Сондықтан ол жас, кәрі деп бөлу керек емес деп ойлаймын. Адамның ойына, фантазиясының шыққырлығына байланысты барлық. Ұстазыңыз кім, шеберханасынан шықтыңыз? Мен Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында ұстазым профессор, еңбек сіңірген қайраткері Қазақстан Республикасының Әбубәкір Рахимов. Қазіргі таңда 5-ші курсты тәмамдайын деп жатыр. Шәкірт бола білудің өзі өнер. Ал ең мықты шәкірттер, ең қабылдай алатын шәкірттер эгоцентристік ішкі дүниеден арылу керек дейді. Ал режиссер сияқты осындай нағыз эгоцентристік мамандықта бұл ереже қалай әсер етеді? Адамда барлығы кішкентай бір процентте болса да болады. Және ол режиссер деген ол өте ауыр мамандық, ол қызық мамандық. Әрине оған сенің өзіңнің ойың керек болғандықтан, кішкене болсын адам эгоист болуы болады деп ойлаймын. Жаңа өзінің премьерында көп сезімге толы сәттерін көп жағдайда би өнеріне жүгінгенсің. Ал осы құштарлықта астыра сілтеу болмау үшін осы мәдениетті академияда үйрете ме? Әрине бізде ондай сахналар көп. Жалпы көптеген шығармаларды алып қарасаң, Шекспирдің өзінде де мысалға
Онда да айтады, ол өзіндік бір эстетика болу керек. Бізде көп жағдайларда перденің артынан, зытымы арқылы солай шешіп жатады. Сондықтан бір былай жасау керек, не болмаса былай жасамау керек деген ондай бір сабақ өтілмейді. Эстетикалық тұрғыда әдемі болса, ол қабылданатын болса, неге жасамасқа? Ал сіздің ұстазыңыз сізді қандай авторлармен ауыртты? Жалпы мен ұстазым, мен өте қуаныштымын осы Әбубәкір Рахимовтан оқығаным үшін, Аллаға мыңда бір шүкір. Бағыт бағдар, жалпы режиссура, мен әрине бұрыннан кішкентай кезімнен ғашықпын. Тап осы академия келген кезде жалпы ғашық қылдырған осы ұстазым. Ол кісі әртүрлі киноларда айтады, әртүрлі жағдайларда айтады. Соларды ести келе қызығасың, қарайсың, көресің. Енді жалпы бір нақты осы кісімен ауыртты деп енді олай айтқан болмас. Өзіңіз денесің, қарайсың, қызығасың. Әрине ондай авторлар өте көп. Солардың біреуіне тоқталып өтсем, жалпы кино саласынан маған Тим Бёртон өте қатты ұнайды. Өйткені ол кісінің стилі, жалпы фантазиясы өте қызықты, хаосқа жақын, абсурдқа жақын, сондай заттарды мен өте жақсы көремін. Содан кейін Филипп Жанти, театральный режиссер, өзі кукольник әрі. Ол кісінің де стилі маған жүрегіме жақын ұнайды. Шекспир енді ұлы драматург, соның классикалық кейіпкерлердің ішінен саған жақын сен ұнататын? Шекспирде өте қызықты, үлкен кейіпкерлер әрине көп, бірақ мен соның ішінен Клеопатраны айтатын едім. Өйткені ол өз дегенін білетін, жаңағы әйелдік жағы да, патшалық жағы да, еркектік жағы да, былай атап айтсақ, бәрі басым, өте үлкен кейіпкер. Клеопатра сияқты қазіргі адамдар өте аз деп білем. Егерде сондай адамдарды көріп жататын болса, мен айтам, мына тұнып тұрған Клеопатра ғой деп. Ол өзінің ойы бар, еңбегі бар, өте мықты, ауыр кейіпкер ретінде маған ұнайды. Ал прозадан сіз қатты ұнатып оқитын? Жалпы авторлардан алатын болсам, маған өте қатты тағы ұнайтын ол Булгаков, Есенин, Гоголь, Ричард Бах. Осы кісілердің шығармаларын сүйіп оқимын, жақсы көрем. Жаңағы өздеріңізде байқап жатқандай, жалпы мен сондай абсурдқа, хаосты жақсы көретін адам болғандықтан болар, ылғи мистиктерді жақсы көреді екен. Өзімде алдында қарап отырмын, айтам, ылғи мистикалық шығармаларды сүйіп оқиды екен. Қолыңызда билік болса, театрға қандай революция алып келер едіңіз? Бұл да менің бір арманымның бірі болып кететін болып тұр қазір енді айтып. Жалпы Қазақстанға деп айтатын болсам, өзімнің ойым, ол болашақта үлкен театр ашқым келеді. Ол үлкен театр ашылса, ішінде мюзиклда болса, циркпен бірге. Қазір бізде көптеген жағдайлар жеткіліксіз болып жатады. Ол жерде камерный да театр болады, ол жерде мюзиклда болады. Және де адамдар таңдаған кезде нақты мынау, әрине ол бір бөліп жарған емес, бірақ та көп жағдайларда бәріміз сұлулықты сүйеміз, әдемі болып тұрса екен дейміз. Бірақ ішінде тұнып тұрған, өнері тұнып тұрған неше түрлі адамдар бар. Ол кішкентай адам, бойлы адам болуы мүмкін, үлкен 2 метрлік адам болуы мүмкін, семізі болсын, арығы болсын, инвалиді болсын, мен қарамайтын едім. Мен ішіндегі жалынға, талантқа қарап алатын едім деп ойлаймын. Нестандартный театр, бір сөзбен айтқан кезде, мюзикл жаңағы, сондай адамдармен өте қызықты болады деп ойлаймын. Ал талант, шеберхана, еңбекқорлық осы режиссер үшін қайсысы маңызы басым? Еңбекқорлық. Әрине еңбекқорлық, бірақ талантсыз тағы да болмайды. Сондықтан қарап отырсаң, нақты егерде режиссураға байланыстырылатын болсақ, онда ол талант, еңбекқорлық, сосын шеберхана. Менің ойымша. Ал армандап көрейікші, болашақта сенің қойылымдарыңа рецензия жазған кезде мамандар, сыншылар қандай сөз тіркесін көбірек қолданғанын қалар еді? Ол тағы да бала күнгі арманым деп айтсам болады. Мен қалайтын едім, орысша айтсақ, гениальное, нестандартное режиссерское решение.